Тұрмысқа шықсам, мені қорғайтын адам болады деп армандаушы едім. Біреуден емес, өмірден де емес, өз отбасымнан. Әкем де, ағам да қатал еді. Сол үшін мен махаббатпен үйленіп бақытты болам деп сендім. Басында бәрі жақсы болды. Гүл сыйлап, жаным күнім деп еркелетіп тұрды. Тіпті анамды ұнатып, әкеммен дастархан басында әзілдесіп отырған кездер де бар еді. Сол күндер мәңгі сақталып қалса ғой. Бірақ алғашқы таяқ, ол менің бетіме емес, жан дүниеме тиген еді. Сол күні кешірдім. Шаршаған, жұмыстан, стресте болған дедім, өзімді ақтадым. Ол да кешірім сұрап гүл алып келді. Бірақ таяқ қайталана берді. Бұл жолы гүл болған жоқ, тек айқай, күмән, боқтық пен кінәлау. Кеше қайда болдың? Неге кеш келдің? Мен сені асырап отырмын, сен кім едің, а? Шешең де сондай, сен де соған тартқансың. Ал мен болсам үндемедім. Балам ұйықтап жатты, оянып кетпесін деп жауап та бермедім. Кешкі ас суып қалды, бірақ менің жаным да сол ас сияқты салқындап бара жатты. Кей күндері бәрі жақсы секілдеді. Таңертең шайымды ішіп жұмысына кетеді. Мен болсам таза үй, пісірілген ас, жуылған кірмен оны күтіп отырамын. Бірақ бір сөз, кейде жай ғана тұз көп деген сөздің артында сен ештеңкеге жарамайсың дегенді естимін. Көзіммен жек көреді, өнімен түйрейді, ал қолымен мені адам емес етіп тұрады. Бір күні тіпті баламның көзінше табалдырықтан итеріп жіберді. Бала жылаған жоқ, тек үнсіз қарап тұр. Мен үшін ол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Сол түні ұзақ ойландым. Осылай өмір бойы жүре аламын ба? Осы баламда ертең бір әйелге осындай бола ма? Күйеу деген осы ма? Қол көтеретін адамды күйеу деуге бола ма? Жауап жоқ еді, бірақ мен әлі үнсіз болатынмын. Жауапты ішімнен білсем де әрекетке баруға қорқатынмын. Кей күндері жылап жатып ұйықтағанда да, күйеуімнің таяғының астында қалғанда, бала кезімнің көлеңкесі көз алдымнан өте шығады. Өгей әкемнің, ағамның ашулы көзі, айғайлаған үні, шапалағы, тепкісі әлі ұмытқан жоқпын. Олар мені адам емес, өз меншігіндей көрді. Бұлай істеме, ұрма десем, сен кімсің сөйлеуге дейтін, ұрғанда бетке емес, жүрекке тиетін. Анам шырылдап, араша түскенде мені емес, өз өмірін қорғап тұрғандай көрінетін. Сол сәтте бала жүрегімде бір ой қалып қойды. Менің өмірімде де осылай болады екен-ау. Болды да. Күйеуім маған айғайлаған кезде мен балаша дір етемін. Ұрған кезде мен үнсіз қалам, өйткені бала кезден соған үйреніп қалғанмын. Бұл жайлы ешкімге айтпадым. Айта алмадым, қорықтым. Бәрі бақытты отбасында өмір сүріп жатыр. Тек мен ғана деген ой қажытты. Бірақ шындық мынау. Мен қорлықты алғаш рет күйеуімнен емес, балалық шағымнан бастап кештім. Қорлық қайталана береді екен. Кейде өзімде қалай тірі жүргеніме таң қаламын. Бәрін ішке жинап, ешкімге тіс жармай өмір сүрдім. Ұялдым, қорықтым, бала шағам үшін көніп келдім. Күйеуім ішкілікке салынды. Кей күндері ішіп келіп, үйді басыма көтеріп боқтап, қуалай жөнелетін. Балаларыммен бірге жынды адамша қашатын болдым. Қызым мен ұлым бәрін көріп өсті. Олар бала емес, үлкеннің күйін кешті. Қызым ұялып, мектепке барғысы да келмейтін. Ұлым үндемейтін, бірақ көзі бәрін айтып тұратын еді. Кейде түн бата күйеуім көшеде аялдамада ұйықтап қалатын. Қызым екеуміз барып, оятып алып қайтамыз. Кейде арбаға салып алып келеміз. Құдды бір мас адам емес, мүгедек секілді. Ұлым ересек көрінсе де іші жылап жүреді. Қызымның жанарында қорқыныш тұнып қалған. Мен олардан ұялатын болдым. Неге кете алмадым, неге ерте тоқтатпадым деген ой жанымды жегідей жеді. Сол түні тағы да боқтап, мені ұрып, үстелді төңкеріп тастағанда балаларымның жетеден деп айғайлағанын естідім. Мен сол сәтте ғана өзім үшін емес, балаларым үшін кету керек екенін ұқтым. Біз болсақ үнсіз кетіп қалдық. Балаларыммен басқа үйге көшіп, тыныш өмірді қайта бастауға тырыстық. Мен жұмысқа орналастым. Балалар сабақтан кейін кішігірім жұмыс істеп, күнкөрістің қамын бірге жасадық. Бір үй, үш жүрек, тыныштық пен үміт бірге тердік.
Тіпті аз тамақ жесек те есік ашылғанда жүрегіміз селт етпейтін болды. Ал ол күйеуім ащы судан бас тарта алмады. Қыс келгенде мұздай көшеде ішіп алып, көшеде жатып қалатынды шығарды. Бір күні суық түнде қардың үстінде жатқан жерінен тауып алыпты. Ауруханаға жеткізген, бірақ тым кеш болыпты. Дәрігерлер екеуінде кесіп тастамаса өміріне қауіп төнетінін айтқан. Сол сәтте жүрегімде бір дауыс пайда болды. Сен үшін емес, балаларың үшін, әйелдіктен бұрын адамдықтан деп сыбырлағандай. Балаларым үндемеді, бірақ көздерінен не істейміз ана деген сұрақты көрдім. Мен ауруханаға бардым. Ол мені көріп жылады. Жаман болсам да күйеуімін ғой, балаларыңның әкесімін деді. Иә, жаман болса да, кезінде қорлаған болса да, ол менің өткен өмірімнің бір беті, балаларымның әкесі еді. Мен оны қолыма алдым. Қайта бірге тұру үшін емес, ол да адам, тағдыр тәлкегіне түскен жан. Жалғыз мүгедек адам болған үшін. Балаларым алғашында түсінбеді, бірақ уақыт өте олар да кешіруді үйренді. Мен кешірдім. Ұмытқаным жоқ, бірақ кешірдім. Бүгінде менің өмірім тыныш. Басымда баспанам, қасымда балаларым бар. Кеш болса да тыныштықты таптым. Күйеуімнің екі аяғы жоқ, мүгедек арбасында отыр. Өмір бойы мені таптап келген адам енді менің көмегіме мұқтаж. Мен оған жамандық тілемеймін. Тілегенде емеспін, тек бір өкінішім бар. Мен тым кеш кеттім. Тым кеш шешім қабылдадым. Егер бұрын кетсем, балаларым қорлық көрмес еді. Мені қуалап жүрген әкесінен қызым жылап қашпас еді. Көшеде жатқан мас әкесін арбаға салып әкелмес еді. Ең бастысы, мен кештім. Бірақ тым кеш болмағанда ғой деп кейде ойлаймын.